Құттықтаймын, сіз біздің кішігірім брейн тренерлікті таныстыратын мини видео сабақтарымыздың қорытынды сабағына келдіңіз. Бүгін брейн тренер қалай табыс табады? Оның нақты қадамдары қандай деген сұраққа жауап беретін боламын. Жалпы брейн тренердің өнімдері қандай екендігін түсіндіңіз, иә? Кішкентай балаларға арналған әріп жаттату, буындап оқыту, сөзбен оқыту, ересектерге арналған жылдам оқыту және есте сақтату. Жалпы осында 5 түрлі өнімді ұсынсаңыз болады. Оның біреуін алсаңыз болады, бәрін де ұсынсаңыз болады, иә? Не болмаса, мысалы, біреуінен өзіңіз сабақ беріп, бірнешеуінен басқа мұғалімдерді қасыңызға алсаңыз болады. Ал енді брейн тренер ретінде жұмысты қалай тез арада бастап кетуге болады? Осы сұраққа жауап беретін болсам, ең бірінші сізге осы брейн тренерлік сәйкес келе ме жоқ па кішігірім түсініп алғаныңыз жөн болады. Оған мысалы біздің өзіңді брейн тренер ретінде сынап көр дейтін интенсивіміз сізге көмектеседі. Ол жайлы ақпаратты осы біздің дайректтен алсаңыз болады. Ал енді келесі мәселе, жалпы брейн тренерлікті неден бастауға болады? Бірінші, өзіңіздің аудиторияңызға айтасыз, мінекей, мен осындай методикаларды үйрендім. Түсініп отырғандарыңыздай, методикасыз брейн тренер болу мүмкін емес. Яғни, егер сізде белгілі бір ұсынатын өнім болмаса, сіз оны ұсына алмайсыз, солай ғой? Сондықтан да бірінші кезекте методикаларды алып алғаныңыз жөн. Сосын әрі қарай сіз не істейсіз? Өзіңіздің WhatsApp статусыңызда, сторисіңізде, парақшаңызда немен айналыса бастағандығыңызды, кімге көмектесетініңізді, нені ұсынатындығыңызды айтасыз. Ең бірінші кезекте сізге сенім артатын ол сіздің жақындарыңыз, сіздің таныстарыңыз, туыстарыңыз, олар сіздің өнімдеріңіздің алғашқы клиенттері болуы мүмкін. Таныстарыма сатпаймын, ойбай, маған жарнама жіберу керек, қазір мен креатив жасаймын деп басыңызды ауыртпаңыз. Бірінші кезекте өзіңіздің аудиторияңызға сата алмайтын болсаңыз, онда сіз сыртқа шығу арқылы ақшаңызды босқа шығындайсыз. Яғни, алғаш сіз осылай сторис, статус, Инстаграм, жалпы басқа әлеуметтік желілер болса, солар арқылы өзіңіз жайлы, өніміңіз жайлы қысқаша айтып, жарнамалап, алғашқы клиенттеріңізді табасыз. Егер бұлай табылмай жатса, тіпті мүмкіндік болмай жатса, арнайы репетиторлық сайттарға тіркеліңіз. Booking.kz, Repetitors.kz-ті кеңес беремін. Келесі қадам, сіз өзіңіздің парақшаңызда TikTok, Reels, Stories'ті белсенді түрде жүргізу арқылы, яғни контент жасау арқылы, парақшаңызға пайдалы ақпараттарды салу арқылы көбірек аудитория жинайсыз. Бұл жерде тіпті шығын шығарудың да қажеті жоқ. Арнайы Stories'ті қызықты жүргізу, прогрев жасау құралдарын үйренетін болсаңыз, сіз өз аудиторияңыздың өзінен алғашқы кезде тобыңызға 5 адамнан 2 топ ашсаңыз болады. Немесе алғашқы тобыңызға 10 адам жинай аласыз. Яғни, бірінші біз жеке адам жинадық, жеке адамдарды оқыттық, екінші топ аштық. Үшінші, енді курс ашсақ болады. Курс ашу үшін сізге команда қажет болуы мүмкін. Мысалы, өзіңіздің жаныңызға SMM маманын алсаңыз болады, немесе өзіңіз бұрыннан маркетинг курстарынан өткен болсаңыз, өзіңіз байқасаңыз болады. Сөйтіп, алғашқы рет таргет жіберіп, яғни Инстаграмдағы жарнама арқылы өзіңіздің аудиторияңызға адам жинайсыз, немесе мастер-классыңызға, немесе ақылы мастер-классыңызға, немесе ақылы мини курсыңызға, немесе бір дегенде курсыңызға, яғни ең бастысы жарнама арқылы сырттан адамдар келе бастау керек. Өйткені сіздің аудиторияңыз бір күн таусылады. Сарафанный радио болса да, ол да гарантированный кепілді түрде нәтиже бермейді. Егер де сіз суық аудиторияға шығатын болсаңыз және дұрыс техникалармен өніміңізді ұсынатын болсаңыз, онда сіз клиентсіз қалмайсыз. Солайша жалпы алғанда осындай 3 этап болады, жеке оқушы оқыту, сосын сұраныс көбейгенде топ ашу, топ ашқан соң курс ашу. Курс ашқан кезде оның топтан айырмашылығы неде? Курсты сіз тек қана видео түрінде сатсаңыз болады. Немесе курсты видео түрінде сатып, қасыңызға наставниктер алсаңыз болады. Сонда сіз пассивті түрде табыста тауып отыра аласыз. Ал енді офлайн бизнеске келетін болсақ, өзіңіздің кабинетіңізді ашуға болады. Кабинетіңізді алғашқы кезде кішігірім ғана кабинет ашыңыз, немесе үйіңізде оқытыңыз, жарнаманы жай ғана таратпа қағаздар түрінде жасап, мектептің алдында, осы жақын жердегі мектептердің оқушыларына таратсаңыз, мектептегі мұғалімдеріне таратсаңыз жеткілікті.
әрі қарай өзіңіздің оқушыларыңызға мықты тез нәтиже беру арқылы сарафанный радиомен оқушыларды жинай бересіз. Және міндетті түрде өзіңіздің кабинетіңіздің сыртына сіздің қандай сабақтарды беретіндігіңізді жазып қоюыңыз шарт. Егер де сіз жалпы осы брейн тренер ретінде клиенттерді көбірек тапқыңыз келсе, ұсақ түйек қысқа қадамдармен барлығын жасағыңыз келсе, онда сізге арналған табысты брейн тренер дейтін бағдарламамыз бар. Яғни табысты брейн тренер курсына келу арқылы сіз тек қана 5 методиканы алмайсыз, оның үстіне қосымша 7 методика аласыз. Осы сөзбен оқыту, буындап оқыту, әріппен жаттату және де минутқа оқыту, жылдам оқу, есте сақтау методикаларынан қосымша 7 методика аласыз. Сонымен қоса қалай осы брейн тренер болып табыс табуға болатындығын үйренесіз. Мен осы брейн тренер ретінде 2 жылдан бері табыс тауып келе жатқандықтан, одан бөлек қосымша көп табыс таппағандықтан, жалпы былай айтқанда өмір сүруімнің құралы осы сала болғандықтан, мен бұл сала бойынша сізге қандай мастер-класстар, қандай сабақтар, қандай жарнамалар, қандай аудиторияға жарнамалар және де қандай подходпен өтетіндігін жақсы білемін. Және де оны сізге айтып түсіндіре аламын. Сонымен қоса, егер бізбен қоса әрі қарай білім аламын деп шешіп жатқан болсаңыз, сізбен мықты оратор маман Алишер Теменов, мықты осы 2022 жылғы нөмір 1 бизнес тренер ретінде мойындалған Аида Ерланқызы және де сату бойынша бір күннің ішінде, 4 сағаттың ішінде өзінің командасымен 22 миллион жасаған Алуа Нартайқызы сізге бірге көмектесіп, өзіңіздің онлайнда курсыңызды ашуыңызға барынша атсалысатын боламыз. Егер де табысты брейн тренер бағдарламасы жайлы толығырақ ақпарат алғыңыз келсе, дайректке толығырақ ақпарат алғым келеді деп жазып жіберіңіз, және де нөміріңізді де жазуды ұмытпаңыз. Сонда сізге хабарласып, әрі қарай толық ақпаратты түсіндіретін боламыз. Жалпы брейн тренер деген мамандық сала сізге ұнады ма, әрі қарай осы саламен жұмыс жасауды жалғастырғыңыз келе ме, сол жайлы пікіріңізді дайректке жазып жүрсеңіз болады. Келесі кездескенше.